мынау міне қазір сіздер айтып едім ғой, дүние жүзімен танысуға болады деген. Оны Skype деген программа арқылы сіздерге үйрететін боламын. Ең біріншіден Google-ға кіресіздер да Skype деген программаны скачать етесіздер. Регистрация жасайсыздар өз аттарыңызбен. Парольдарыңызды ұмытып қалмаңыздар. Парольдарыңызды қойып, сосын өздеріңізге аккаунт ашасыздар Skype-тан. Содан кейін барып 24 hour сағат speaking сөйлеу English. 24 сағат ағылшынша сөйлеу деген сөз. 24 hour speaking English. Ссылкасы міне осы астында. Осымен сіздер дүние жүзімен танысасыздар. Мысалы, сіздерге көрсетейін. Біріншіден Google-ға кіресіздер. Және жазасыздар 24 hour speaking English деп менің шығады. Осыған кіресіздер. Ең бірінші міне speaking 24 деп тұрады. Бірінші кіресіздер. Сізге осындай нелер шығады, информация шығады. Ник деген, сосын толтырасыздар. Ең бірінші ник деген аттарыңызды жазасыздар. Еркебұлан. Қандай мақсат дейді? I just want to chat in English for a while to improve my speaking skills дейді. Мен өзімнің ағылшыншамды дамыту үшін деген біріншісі. Мынау екіншісі I want to talk to someone in English to prepare for an exam дейді. Экзаменге дайындалу үшін. Үшіншісі friend I want to meet people who want to learn English with me дейді. Мен достар тапқым келеді дейді үшіншісі. Біріншісін қойсаңыздар да болады. Екінші жастарыңызды жазасыздар. Әрқайсыңыз, мысалы мен 26-дамын. Male дейді, female дейді. Қыз болсаңыздар female, male болса ұлдар. Уровеньді жазасыздар. Сіздер енді бастапқы beginner'дан бастасаңыздар, өздеріңізге жақсы болады. Beginner'дан country'ға Қазақстан табасыздар. Қазақстан. Қазақстан табамайды. Киргизстан деген тұр. Қазақстан. Так, такамын Қазақстан. Енді қараңыздар. Мына жерде бағана Skype дедім ғой. Skype-та қандай аккаунт ашыңыздар, тура соны мына жерге жазасыздар. Бұл сіздермен, бұл программа сіздерді Skype-пен байланыстырады. Мысалы, менікі Еркебұлан Тусипбеков деп тұр. Мен қазір дайын тұр көрдіңіздер ғой, менің бұл аккаунтым Skype. Осыған басасыздар. Болды, басқасына тиіспейсіздер. Сосын болды, мынаған екі галочка қоясыздар. Show me on the list, remember me on this computer. Екі галочка қоясыздар. Енді қызық, өте қызық программа. Енді қарайсыздар. Мысалы, менің атым өзі шықты міне. Никнейм Еркебұлан. Мысалы, ұл адам екен көрініп тұр суретінен. Уровень beginner, жасым 26-та, Қазақстан флаг тұр көрдіңіздер ғой. Topic I'd like to talk about деп тұр. Менің нем тұр. Skype аккаунтым тұр. Енді қараңыздар. Сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Жасымен, қай жақтікі екенін бәрін қараңыздар. Мына жерде Таиландтың адамы отыр, 30 жаста екен. Бұныңқы апа интермедиат. Апа интермедиат енді жоғарғы уровень, бұнымен сөйлеспейсіздер. Аты Хасан екен. Мысалы, мынау Ирандікі, мынау Түркиянікі дейді, 33 жаста апа интермедиат. Өздеріңіз секілді beginner тауып аласыздар. Pre-intermediate енді біраз уақыттан кейін pre-intermediate уровеньге шығасыздар сіздер. Жасыл менен beginner деген жасыл, жасыл кім бар екен дейсіздер. Мысалы, beginner дейді. Аты Joy, ол адам екен, жасы 25-те, Бангладештікі. Осыған тұрасыздар да, дружба лақтырасыздар. Тура мысалы Инстаграмда сіздер өздеріңіз қалай лақтырасыздар. Так. Открыть приложение Skype. Skype ашылып жатыр міне.
Қараңыз енді Joy Honda дейді. Добавить список контактов дейсіздер. Мысалы, здравствуйте, бұл жерге мысалы hello деп бассаңыздар болады. Hello. Керек. Мысалы, hello дедіңіздер, оған қазір контакты менің жазғаным барады. Егер ол менің дружбамды қабылдаса, ол өзі мына жақтан жазады. Ең басында сіздерге айтайын, бірінші жазып бастаңыздар. Мысалы жазып hello, how are you? How are you-дан бастайсыздар. Бірінші жазып осылай үйреніп алыңыздар. Білмейтін нәрселеріңізді Translate-тен дайындап қойыңыздар. Translate-ке барып, білмеген сөздерін жазып, сөздерін бәрін дайындап, не сұрақ қоятындарыңды, қалай танысатындарың бәрін жазып, бірінші дайындап қойсаңыздар болады. Бірінші мынау сіздерге өте жазуға немесе еске сақтауға өте көмектеседі. Сосын сөйлескілеріңіз келсе, міне мына жақта қоңырау бар. Мен сіздерге айтайын, егер қыздар болса, көбінесе қыздармен сөйлесіңіздер. Қыздарды тауып алыңыздар, қыздармен сөйлесесіздер. Ең басында ұялатын болсаңыздар, телефонмен осылай сөйлессеңіздер болады. Бірақ ең бастысы бұл жерде қорықпау керек сөйлесуден. Қате болса да сөйлесіп болғаннан кейін қайтадан сөйлей алмаған, жеткізе алмаған заттардың бәрін транслейтпен сіздер білесіздер ғой, алдында сабақтарда қалай сөз құрастыру керек екенін, соның бәрін жазып, соның бәрін дайындайсыздар да, келесі рет сөйлескен кезде одан жақсырақ болады. Келесі сөйлескен кезде одан жақсырақ болады. Содан кейін бірінші мына осылай үйреніп аласыздар, жазуды, келесі осы звонокпен сөйлесесіздер. Үшінші, егер бәрін жақсы өтсеңіздер, видеокамерамен танысып сөйлесеңіздер болады. Бірақ мен сіздерге айтайын, көбінесе жасы кішкентайлармен, көбінесе қыздармен сөйлесуге тырысыңыздар осы программада. Бүкіл дүниемен сөйлесе аласыздар.